Moskvada şarvamız bitti. Şimdi Astana'ya uçup baratımız. Rahmet. Kalk bayazdı. Neyim kestirdim? Өзім кестірген. Akasız Kaspi'de adamın артына жазу керек, фамилиясы жазу керек. Шатастырып алған бол сонда. Слушай. Илгай. Ляшата. Эй, қаншер. Қаншер. Бүкіл Внуково аэропорт баса көтерді. Я хочу писать. Қара маған. В общем, ертең Астанаға мына кісілер аман-есен жеткесін Алматыға. Мен Түркістанға. Москва ұнады ма айтсайшы? Москва ұнады. Күшті екен. Алып қалай? Алып. Бәрі масштаб. Действительно үлкен болады. Алматының пробкасын енді ұрыспаймын. Қанша сұрайсыз? Қанша ма? Сұра қанша деп сұрайсың? Мен сұрайсың, айтам 3 миллион 400 миллион деп. Айтасың ал. Қанша қалай шығармақсың? Бәріп айтсын, бәріп кетті. Қанша ма? 3 миллион 450 мың. Ал аман-есен елге жеттік. Енді Астанадан ары қарай Түркістанға. Бала-шағам Алматыға кетті. Ал аман-есен Түркістанға келіп қондық. Түркістанның аэропортын көріп бір арман еді. Түркістанның халықаралық аэропорт Қожа Ахмет Яссауи атындағы. Дұрыс па? Қазір рукавасы бар кәдімгідей. Ты смотри. Қара. Рукавадан кіргізіп отыр. Әшкері естерді ұшып келуі дейді. Қара. Ты смотри. Это Түркістан детка. Қара. Ойбай, қараңыздар қандай керемет аэропорт салған бұл жаққа. Қараңыздар. Ойбай. Түркістанның әуежайы. Қараңыздар. Түркістан әуежайы. Халықаралық рейстердің ұшуына қазір Астана, Алматы, Ақтөбе, Астана, Стамбул қонады екен. Қазір рейс Астанаға қайтадан ұшады екен. Сосын Алматы келіп қонады. Жоғарда кафелері бар, лифттары бар. Машалла. Міне Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың портреті. Махаббаттың қылды мені есі ауысқан, бүкіл әлем мені есі алаң деп таныған күні түні қайғым сенсің, маған тек сен керексің, жәннатқа да кірмей-ақ, хор қыздарды көрмей-ақ, анау мынауды не қылам, маған тек сен керексің деп Құдайды іздеген.